Армысыздар. Мектеп мұғалімдері мен балабақша тәрбиешілерінің құжаттары мен сертификаттарын салуға арналған портфолио сыртын жасадым. Бұл портфолио конкурсқа дайындалған портфолио. Бірінші орын алды. Осындай видеоларды көргілеріңіз келсе, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетейік. А4 көлемінде екі алдыңғы және артқы бөлігін екі картонды А4 көлемінде қиып алдым. Төрт жағына да, екі жағына да А4 қағазымызды клейледім. Карандаш клеймен клейледім. Себебі ыстық клей, момент клейлер олар томпайып тұрады. Екі жағын осылай клейлейміз. Себебі бетіне мата қазір қаптаймыз бетіне. Сол кезде астындағы картоны қоңыр болып көрінбес үшін А4 ақ қағазды клейледім. Екінші бөлігіне де А4 қағазды клейледім карандаш клеймен. Негізі карандаш клейіміздің түсі түссіз гелевый деп аталады. Сондай болса негізі өте жақсы клейленеді. Менің клейлегенім ақ түрі, бірақ жақсы клейленді, бірақ гелевый түрі өте жақсы клейленеді карандаш клейдің. Енді кнопкамызды жайлап тігіп аламыз. Бірінші матамызды картонға жабыстырмастан бұрын осындай кнопкамызды көрінбейтін жіппен асықпай жайлап отырып тігіп аламыз. Осылай тігіп аламыз. Енді бауын дайындаймыз. Ол үшін ұзындығы 15 см, ені 3 см етіп өлшеп қиып аламыз. Бауы жақсы тұру үшін мен астына екі матаның ортасына фетра салдым. Фетраны ені 3 емес, уже 2,5 қылып аламыз. Себебі фетраға матаны клейлейміз. 2,5 қылып алып, ұзындығын 15 емес, енді екі жағынан 1 см-ден азайтамыз. Сол кезде 13 см қылып аламыз. Себебі матаны фетраға қаптаймыз, клейлейміз. Портфолиомыздың алдыңғы бөлігі матасын клейлейміз. Ол үшін осылай матаны жақсылап картонымызға қойып аламыз. Дұрыстап, тегістеп, жазуларын бәрін келтіріп, асықпай осылай қойып алып, жайлап ыстық клеймен клейледім. Ыстық клеймен клейлеп шығамыз. Ыстық клейімді бірінші картонға емес, матаға жағып алдым.
осылай төрт жағын ортасынан бірінші клейлеп аламыз. Себебі мата жылжып кетпеш үшін ұстап тұрады. Төрт жағын осы видеодан жақсылап асықпай отырып қараңыздар. Қандай нәрсені осылай клейлейтін болсаңыздар, бірінші төрт жағын клейлеп алу керек ортасынан, себебі мата жылжып кетпейді. Сосын қалған бөлігін клейлейсіздер. Енді қалған бөлігін осылай клейлейміз. Матаға жаққан дұрыс. Егер картонға жақсаңыздар, ол клей артық жағылып қалуы мүмкін. Сондықтан клей сыртына шығып тұруы мүмкін. Сондықтан матаға жағып осылай клейлейміз. Ыстық клеймен клейлеп алдым. Осылай жақсылап, асықпай, матаға клейді құйып, асықпай клейлеп шығамыз. Бірінші екі жағын клейлеп аламыз. Себебі бұлай маталар жылжып кетпес үшін. Содан кейін жоғары төмен жағын клейлеп жақсылап. Содан кейін бұрыштарын клейлейміз. Бұрыштарын клейлеу үшін артығын қиып, қалғанын ыстық клеймен клейлеп тастаймыз. Төрт бұрышында солай клейлейміз. Міне клейлеп болдық. Енді төрт бұрышын қиып, артығын қалған бөліктерін клейлейміз. Енді екінші артқы бөлігін клейлейміз. Матаны жерге жайып қойып аламыз. Себебі бұны матаның артында ешқандай сурет ештеңе болмағасын, ол матаны жай қойып, үстіне картонды қойып, бұны уже клейлей беруге болады. Ал жазуы бар, оюы бар маталарды бетіндегі оюы жылжып кетпес үшін төрт жағынан клейлеп аламыз. Бірінші формасы, бетіндегі суреті, көлемі бәрі жақсы тұру үшін. Ал егер артында ешқандай сурет ештеңесі жоқ болса, онда ол матаны кәдімгідей осылай видеодағыдай клейлей беруге болады. Артқы бөлігіндегі мата таза мата, ешқандай суреті жоқ. Портфолионың арты болады, таза аппақ күйінде тұрады. Оның да дәл солай екі жағын клейлеп аламыз бірінші, сосын жоғары төменді клейлейміз. Артық төрт бұрышындағы артық маталарды қиып, қалған кішкене бөліктерін клейлеп тастаймыз. Міне осындай алдыңғы артқы бөлікті екі портфолио шықты.
Енді портфолиомыздың жауып тұратын, тағылатын бауын жасаймыз. Қиып алған бауымызды фетрға клейлейміз жақсылап. Бұл өте кішкентай болғаннан кейін клейлеу кішкене өте қиындау болады. Асықпай отырып, жайлап клейлейміз. Бірінші бір бөлігін клейлеп алдым. Екінші бөлігін қайырып отырып, үстіне клейлейміз. Қайырып отыру, клейлеу қиын болғандықтан бірінші клейлеп алып, кішкентай, сосын үстіне айналасымен клейлеп қоюға болады. Артық матасын қиып, оны да клейлеп жібереміз. Осындай жабысатын түр. Екінші үстіңгі бетін клейлемес бұрын ең бірінші екінші бөлігіне жабыстыратын кнопкамызды білдіртпейтін жіппен тігіп аламыз, асықпай. Инемізде өте жіңішке ине, себебі үлкен ірі ине алатын болсаңыздар, матада тесік ізі түсіп қалады. Сондықтан өте кішкентай жіңішке инемен тіктім. Матаға тікпесең, арнайы барып тестірсең, ол жарамайды екен. Себебі аппарат матаны жыртып жібереді екен. Сондықтан асықпай отырып тіктім. Бұның да фурнитура сататын жерде қолмен тесіп жабыстыратын түрді негізі болады екен. Сол түрінде алуға болады. Тігіп болдық. Енді екеуін бір-біріне беттестіріп, бір-біріне жабыстырып, клейлейміз. Бірінші бір жақ шетін клейлеп, бетпе-бет, бір-бірінен артық кем болмау керек, дәлме-дәл келіп тұру керек. Осылай келтіріп аламыз. Содан кейін қалған бөлігін клейлеп шығамыз. Артық шығып тұрған маталарын кішкентай қайшымен, ұшты қайшымен кішкене ішіне кіргізіп жіберіп, клейлеп жібереміз. Себебі артық ештеңе көрінбеу керек, әдемі тұру керек. Міне осылай ағытылып тағылады. Енді тігілген бауымызды артқы бөлігіне, бетіне мата жабыстырмас бұрын клейлеп, жақсылап клейлеп аламыз. Осындай қылып жақсылап клейлеп аламыз. Осылай тағылады, кнопка тағылады. Мына портфолионың астына сертификаттары, құжаттары салынады. Енді бауын бәрін жасап болғаннан кейін матамыздың алдыңғы бөлігіне мата жабыстырамыз. Себебі А4 болып қалып қалмас үшін. Ол үшін алдыңғы жабыстырылған портфолиомыздың артық матасын осылай қиып алып, қалған бөлігін клейлеп аламыз. Осылай қалған бөлігін ішіне қарай білдіртпей, сыртына шығармай, асықпай отырып клейлеп аламыз.
қайшымен дұрыстау керек болса, ұшты қайшымен дұрыстап, тегістеп, себебі артық шығып тұрмау керек. Осылай ыстық клеймен бұрыштарын клейлеп, әдемі қылып жасап аламыз. Екі жақ бөлігінде осылай 4 бұрышын артық маталарын қиып, клейлеп, жабыстырып аламыз. 4 бұрышын қиып жабыстырып болғаннан кейін, осы портфолионың бетіне ақ матамызды алып, асықпай отырып, жабыстырып, бетінде ақ матаға жабыстырып, портфолионың екі жағы, барлық жағы ақ матамен қапталады. Осылай қаптап клейлеп аламыз. Міне осындай әдемі керемет портфолиомыз шықты. Сіз де дәл осы видеодан қарап жасап алуларыңызға болады. Тағы да басқа видеолар көргілеріңіз келсе, каналыма кіріп, лайк басып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетейік. Комментарийге келесі қандай осындай қолөнер туындыларын жасайын, жазып кетулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.